Müslim keltirген hadiste da'vatul mar'il muslimi li akhihi bi zahril gaybi mustajaba. Müslüman adamның duası егер үйінде отырып жеке жасайтын болса мұсылман бауырына, онда ол қабыл болады деді. Бірде бір мұсылман жігіт аузы шардан алдан отырып алып мұсылман бауырына дұға жасап жатыр деді. Я Алла, осы үйлен алмай жүрген, бойдақ жүрген мұсылман бауырымды өзің үйлендіре көр, оған жақсы, салиха әйел нәсіп ет деп дұға жасап жатса, артынан әйел жүгіріп келіп тоқпақпен басынан сап қапты. Жындысың ба, не істеп жатсың десе, жасама олай дұға деді. Не үшін жасамайым? Мен мұсылман бауырыма дұға жасап жатырмын ғой десе, айтады деді. Біріншіден деді, қазір дұғаның қабыл болатын уақыты деді. Дұғаң қабыл болады деді. Екіншіден, сен мұсылман бауырыңа дұға жасап жатқан кезде періште саған келіп, Алла саған сонда нәсіп етсін дейді. Ал сен үйленгенсің, тағы нәсіп ететін болса, онда екіншісін алып қоясың деп айтады деді. Яғни әйелдеріңізге айтпастан, иншалла солай дұға жасайтын болсаңыздар, иншалла Алла нәсіп етіп қалады.